Баршаңызға сәлем. Бүгін біз етті бәлшін дайындаймыз. Тауық етінен әзірленген. Егерде жақындарыңызды таңғалдыртқыңыз келсе, осы пирогты жасап көруге кеңес беремін. Өте жеңіл дайындалады және тез піседі. Ол үшін бізге керек, яғни сметана немесе айранды да қолдануға болады. Орнының орнына сары май, жұмыртқа, қопсытқыш, тұз, бәрін біркелкі масса қылдырып араластырамыз. Сосын ұнымызды саламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Енді қамырды алып шетіне қойып, ішіндегі начинкасын жасаймыз. Оған біз тауық етін, жуа, картошка, тұз, бұрышын салып араластырамыз, дәмін келтіріп. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір жағын үлкенірек қылдырып, бір жағын кішірек қылдырып. Бөлген қамырымызды үлкенін жаямыз. Жайған қамырымызға, яғни начинкамызды саламыз. Оның үстіне мен мұнда сары май салдым, дәмі жақсы болсын деп. Үстіне кішірек тестаны жайып, үстінен салып, бір-бірімен бекітіп жатырмын. Бұның үстіне сүтті жағып, үстіне күлжус салдым. Дайындап көріңіздер, ас болсын. Және менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазыңыздар.